Құрбан айт келе жатыр. Бізге сойып көрсетсеңіз, жіліктеп көрсетсек. Сау малды ма? Иә, қалай анықтауға болады? Малдың тісін ашып көрем. Полностью дым түсінбейтін адамға түсіндіріп берсеңізші. Без қай жерде болады? Без жын деген нәрсе болады мысалы. Жігіттердің жейтін төсі осы. Мынау сүбесі деген мынау мен. Ең сыйлы мүше бұл омыртқа. Құдаларға беретін осы омыртқа ма? Жоқ. Қасапшының қызметі қанша теңге тұрады осы? Бақытжан, бұл тоқты, қой? Тоқты. Тоқты? Иә. Жасы? 7 ай, 8 айдың шамасындағы тоқты. Одан 1 жас. 1 жас. 1 жасқа жақын, иә. Бізге сойып көрсетсеңіз, жіліктеп көрсетсек, бола ма? Болады. Сойған құрбандыққа сойған малдың бір тал түгінің өзінде бәленбай 1000 миллиондаған сауап бар деп айтады. Түгінің өзінде, жүнінің өзінде. Енді біздің қазіргі құрбандық шалатын жерлерге барсаңыз өтірік емес, түгі тұрмақ шек қарынның өзін лақтырып алмайды, жемейді мысалы. Бас ирақтың өзін көлге сырғып тастайды. Шек қарынның өзі ішіндегі боғында төкпей, сол қалай алды, солай лақтырып. Біздің ұғымда ондай нәрсе жоқ еді. Бас сирағын үйтіп, шек қарынын тазалап, үйткені сауап болады дейтін. Ол құрбандықтың малын сосын тегісінен асады ғой, немесе бөліп береді. Қазанға салған есті тегіс асып, айтшылақ келген адамға жегізу ғой мақсат енді. Соны жеп болғаннан кейін сүйек саяқтың өзін қастерлеп, жинап апарып көметұғын. Сондай ұғым болған бізде. Қазір мен барып, кейде қарным ашады, көңілім ауырады. Анау бір кәдімгі шек қарынды аршып алуға еріне ма, жоқ оның боқ көре ма ішіндегі дүниесін. Енді ол қалай болмайды ғой. Сондай ел едік біз, сондай халық біз негіз ежелден. Бісмілләсін айтып сойдыңыздар, бауыздадыңыздар, терісін алдыңыздар. Терісі қайда кетті айтпақ? Терісі анда. Утилға кетеді оның бәрі. Утил деген ол жердің астына? Жердің астына, иә. Қазасыздар ғой? Қазылып көміліп кетеді. Құрбан айттың кезінде әдетте қанға бөгіп жатады? Жоқ, оны енді көпшілік болған жерде сондай болады, бірақ ана жерде бізде су үздіксіз су ағып тұрады, екі бастан. Арығы бар. Сол арыққа алып кеп бауыздап атады, одан кейін мынандай іліп қойып не қылатын жерде енді тамшы қан болады. Ол қанды біз адамның несі қалай кішкене поток азаяды, сол кезде бір жудыртамыз. Бір тазалап. Иә, бір жуып. Ал основной қан, бауыздалған қан арықпен сумен ағып кетіп отырады. Ол тоқтамайды. Ол қан мына жерде жатпайды. Құрбан айт келе жатыр. Иә. Құрбан айт енді басты дүние сауап қой. Сауап, иә. Дегенмен қаншама ақша жұмсағасын сау мал алғың келеді ғой. Иә. Қалай таңдауға болады? Дұрысын. Сау малды ма? Иә, қалай анықтауға болады? Енді жылқы болсын, сиыр болсын, біздің мынау жаңағы Абай жолы болсын, басқа тарихи әңгімелер, романдарды оқып отырсаңыз, би шешендер, болыстар, час құлынды сойдырып, сарығымызды сапырып отырып, ішіпті, жепті деген нәрсе бар. Айтылады сондай. Малдың жасын жейді. Қалай анықтаймыз оның? Кәрі құртаң екен. Кәрі ма, жас па, айыра алмайтыны, мысалы мен малдың тісін ашып көрем, қойдың. Тұсақ қойдың, біздің мына қасқа тіс дейміз ғой. Тұсақ қойдың екі қасқа тісі болады өзі белгілі. Үлкен болып тұрады тұсақ малдың, жас малдың. Қалған қасындағы тістер осы маржандай әдемі, жас тіс көрініп тұрады ашқан кезде. Ал енді жаңағы тұсақ саулық қой дейміз, 4 жасар мысалы. Жаңағы екі қасқа тістің жанында жаңа екі үлкен тіс болады, 4 тіс. Қалған тісі де болады, бірақ олар анадан кішкене. Ал кәрі қойдың тісін ашсаң, басы қазандай бұл өз түрленді құтыға ашып кәрі қойдың. Тісін ашсаң, арса-арса болып сынған, шөп тұрып қалған, тісінде саутамтық жоқ, ол кәрі қой. Бірден көрінеді, басы қазандай болып, етінде де, сүйегінде де сұқынсыз өзі азып тозып тұрған мал екені бірден көрінеді. Жайлап бұза бер, осы жерден. Ана жігіттер, иә. Так, не істеп жатыр қазір? Қазір алдыңғы қолды бөлшектеп жатыр. Жеке-жеке шалайын ба екен? Иә, жеке-жеке болғанда бөліп бүйт бөлесің, сосын кейін
жеке көрсете саламыз. Пока осылай, иә? Бәке, сіз түсіндіре беріңіз, иә, қазір не істеп жатырмыз. Полностью дым түсінбейтін адамға түсіндіріп Мына берсеңізші. жерде мынаны іліп қояды ғой, мен осыны алып көрсетемін. Мына жерде безі бар, безін алып тастаймын. Безін алу керек міндетті түрде, иә? Иә, ол безді обязательно алынады. Бұл жерде қасапшы балалар оның бәрін жақсы біледі. Без қай жерде болады, әдетте? Мына қолтықта болады, қолда болады, мына артқы санның ішінде болады, мойын жақта болады. Бес жерде бола ма сонда? Бәрінде мысалы без болады. Без жын деген нәрсе болады мысалы. Без деген ол кәдімгі малдың денесіндегі қалдыққа шыққан дүниелерден топтасып осы қатқан дүние деп айтылады. Безді жемейді. Ол әрбір жамбаста да, басқа жерде де, мойында да, бүкіл жерде без болады. Сол бездің бәрін тазалап барып, қазақ сонан кейін барып жеген. Ал базардағы малдарда сіз білмейсіз ғой, безін тазаламаған, фарш деп қояды, анау неден өткізген ет. Ұсақтап жаныштаған ет бар ғой. Соның өзінде мысалы безбен қосып, жынмен қосып айландырып бәрін қылғы бір жүн-жүбірін қосып араластырып жіберетін жағдай болады. Қазір мына қасапшы жігіт мына алдыңғы қолды бөлшектеп береді. Бұл жерде 3 жілік шығады. Алдыңғысының өзі? Иә, жауырын шығады, жауырынды бөліп алыңыз. Қай жерден бөліп жатсыз соны? Жауырын екен қалай анықтайды? Қазір мұны көрсетеміз. Мынау жауырын. Мынау жауырын былай бөлінеді. Жауырын жілік болып бөлінеді. Одан кейін қол жіліктің алдыңғы қол жілік болып бөлінеді мынау. Екінші часть. Енді бұны әрқалай бөледі ғой. Мен сіздерге енді өзімізше бөлгенімді көрсетіп отырмын. Мынау алдыңғы қол жілік, мынау жауырын жілік. Енді осы алдыңғы бір сан. Бұл жалпы бір саннан 3-ке бөлініп, мынау кәрі жілік осымен 3 бөлек шығады. Енді ары қарай кеттік. Бөле бер. Бұдан да дәл солай. Бұдан да дәл солай. Бұдан да дәл солай без шығады. Иә. Яна бір Алматының бір жігіті жүр ғой Инстаграмда. Безді көрсетеді. Басқа ұлт қазақ емес ол. Аяқтың астына. Бұл да дәл осылай бөлініп жатыр міне. Иә, тур солайынан бөліп таси сал. Без міндетті түрде болады ғой, иә? Кез келген Барлық малда болады ол. Кез келген қойда 4 жерінде болады, иә? Қазір көрсетеді. Қасапшы жігіт көрсетеді. Әке, мен өзім қойып көрсетемін. Алдыңғы аяғы саны кетті. Мынау алдыңғы қол. Болды, алдыңғы қол осылайынан міне 3-ке бөлінеді, 3 жілік, сонда 2 аяқтан 6 жілік болып шығады. Енді ары қарата кеттік. Төсті. Сүйектің бер жағынан тіліп жатсыз ғой, иә? Қалай? Сіз қалай түйді? Мысалы, кейбірі мынау нені қоспайды, неге түйіскеш, кейбірі нені қосады. Мынау төстік міне. Жігіттерге береді деген осы ғой, иә? Иә. Күйеуалаға деген осы ғой, иә? Жігіттердің жейтін төсі осы. Қазақ төсті күйеуге береді ғой. Қазір өзімізде мына мен қайын жүретін Жаркентте тұрады, барсам міндетті түрде төс тартады. Ол жылқының төсі болуы мүмкін, егер жылқының етін асса, егер қойдың төсі болуы мүмкін, қойдың етін асса. Сондағы мен ойлайтым, не үшін төс береді? Неге біз төс жеуіміз керек деп? Сөйтсек, оның да өзінің жаңағы құнары бар екен. Күйеуге беретін себебі бұл мына жігіттің, ер азаматтың қуатын арттыратын бір керемет витамин төстің майында бар деп айтады мысалы. Енді ағырай қабырға сүбесімен шығара беріңіз ал. Қабырға сүбесімен деген осы мұны. Кадрда көрсеттік, көріңіздер. Қабырға сүбесімен? Иә. Қабырғаны кімге береді? Қабырғаны енді желающий жейтін адамдарға бере береді. Омыртқасы қай жағында? Омыртқасы қазір қабырғаның астынан шығады. Омыртқасы қабырғаның астында, иә? Енді омыртқа тұр ғой қазір. Қабырғаны. Так. Қабырға тастай бер сол жерге. Без бар ма ішінде? Жоқ, оны алып тастайды. Мынау қабырға, мынау сүбесі деген мынау міне. Қабырғаға жалғасып тұратын.
Екеуін бірдей кесесіздер ма әлде? Енді Омыртқа? омыртқа қазір мына мойын безін алып тастасын. Мойында да бір без болады екен. Мынау без. 3 без шықты. Сіз ұстап тұрған жер ғой омыртқа, я? Мойын. Бұл мойын омыртқа. Құдаларға беретін осы омыртқа ма? Жоқ. Енді әркім әрқалай. Негізі қазақта әр жерде әртүрлі. Әртүрлі. Бөліп айтатын болсам, мысалға қазір оңтүстіктің халқы басқаша түсінеді, солтүстіктің халқы басқаша. Мойын. Бұл мойын. Мойын омыртқа деген осы. Одан кейін мынау ұзын омыртқа. Осы ұзын омыртқаны бөліп алып бер қазір. Сіз қай жақтансыз? Мен Қазақстаннанмын ғой. Қай жақтан? Оңтүстіктенмін мен. Оңтүстік. Мынау міне ұзын омыртқа дейді мынаны. Осы құдаларға беретін? Жоқ, бұл да құдаларға берілмейді. Бел омыртқа беріледі нақты. Мынау бүйрек. Бүйрегі бұл. Мынау да без. 4-5 шықты. Оның без екен қалай біліп отырсың? Түйіліп тұрады ғой бір дүние. Иә. Енді бұл кісілер қалай айтсам болады, Қытай берген. Қазір 7 неше без өтіп кетті? Мына жерде бір без, мына жерде бір без, мына жерде бір без, мына жерде без ғой. Бұл кісілер қолмен, көзін байлап қойсаң, қолмен ұстап жүріп, бүйтіп соя береді. Үйреніп қалған соған. Сіз ұстап тұрған ғой омыртқа? Міне, бұл бел омыртқа. Бел омыртқа құйымшаққа дейін. Қазір бөліп алып береді. Тур соны қазір. Құйымшаққа дейін бел омыртқа. Жаңағы анау белдеме деп атады жылқыла мысалға. Сол секілді жаңа бел омыртқа деген жаңа сіз айтып тұрған құтты қонақ жаңа үлкен қонаққа қойылатын осы бел омыртқа. Қанатты омыртқа дейді біреулер. Өйткені екі шетінде мынандай қанаты болады ғой. Қатты дәмді ма сонда құдаларға береді? Енді оны жеген адамнан сұрайсыз. Осы мүшеге келгенде, мысалы арқада, жалпы арқаны жайлаған қазақтарда, арқаға енді қазір 5 облыс, 6 облыс кіреді ғой енді, Астананы қосқанда. Осы Сарыарқаны ең жайлаған қазақтардың арасында ең сыйлы мүше бұл омыртқа. Соғымның. Омыртқа беріп жатыр дейді, мысалы шеке беріп жатыр деп айтады. Шеке ол түсініктен. Өнен кейінгі ең үлкен сыйлы мүше ол омыртқа. Біздің мынау Шығыс Қазақстан, Талдықорған, Қытай, Монғолияда жайлап жатқан елде, біздің Қазақстанның шығыс аймағында бастан кейінгі ең сыйлы мүше бұл жамбас. Енді артқы жамбас. Артқы жамбасы етін бөлеміз. Бұл жерде қазір енді құйрығы бұның кіші болғаннан кейін құйрықты екі немен қалдыра салады. Екі жаққа бөліп қалдыра салып. Без ба? Май ма? Еркек мал ғой бұл. Еркек малдан кіндегі ғой. Еркек малдың кіндігін алып тастадыңыз, е? Нені қалай білейін енді? Құйрықты. Құйрықты құйымшаққа қалдырды, жамбасты бұлай Жамбасқа май қалдырмай қойма? қалдыра сал шамалы. Шамалы? Өйткені жаңа қазір көрсетеміз. Қонаққа қоятынды бұлай бөлсе болады, бұлай бөлсе де болады мысалға. Енді қараңыздар, мына жерде қазір мына артқы жамбасты алдық қой. Екіге бөліңіздер. Жоқ, әлі бөлінген жоқ. Қазір мынаны құйымшақты ала сал. Алайын ба? Ала бер, бөліп ала бер. Мына жерде мына артқы жамбасты біз бұлайынан бөлген кезде құйрығымен қалдырдық қой. Құйрығымен қазір мына жерде жамбас ет шығады, тоқпан жілік шығады, асық жілік болып. Үшке бөлінеді бұл. Бұл құйымшақ құйрығымен. Міне ең соңғы жағы омыртқаның құйымшақ болып келеді. Құйрығымен бөлініп шықты бұл. Енді жамбасты бөліп берің. Ислам бей, сонымен бір қойды таныстырдық деп есептейік. Маған бері сан. Онда үшке бөлесіздер ма? Иә. Мына жерде де без бол. Бұда да без бар, е?
мына жерде жамбаста. Бұл жерде тамыр мен без ғой. Қазір тамырдан шығып, енді мына безді аламыз. Жамбасының санында 2 без ба, неше без сонда? 3 без? Бұл жақта бірі, екі. 2 ма? Артқы жамбаста екеу болады. Мына жамбаста тамырмен бірге да. Адам тамырды қояды ғой. Енді мына жеке-жеке кесіп берейін ба? Иә. Маған бере бер, жамбасты бер. Мынау жамбас. Мынау жамбас деген. Енді каждый малдағы сиыр болсын, қой болсын, жылқы болсын, жамбас деген өте жаңағындай сыйлы құрметті, ең еті көп, майлы, дәмді жер болып саналады. Қалған жіліктерге қарағанда осы міне жамбасы осы. Құйрығымен, қойдың құйрығымен жүреді. Одан кейін екінші тоқпан жілік, еті көп жілік болып саналады бұл. Қазір мынау артқы жілік, мынау алдыңғы жілік бағана қол жілікті көрсеттік қой. Екеуінің разницасы сол. Еті көп деген осы артқы жілікте осында үлкен болады. Бұл да жаңағы қазақтың несіне. Мынау асық жілік. Міне осы асық жілік болып. Мынау да дәл солай. Дәл солайынан екіншісі де солай бөлінеді. Окей. Енді біз қазір ютубқа басын сойғанды, жалпы бисмилля деп бауыздағанды сала алмаймыз. Қан. Барынша көрсететіндей форматта ұсынып жатқанбыз ғой. Сұраған келгені құрбан айтта көп бола ма? Жұмыс көбейе ме? Иә, жұмыс көп болады. Қанша қой соясыздар мысалы құрбан айтта бір күнде? Енді оны точно нақтылап айта алмаймын. Шамамен? Шамамен. Енді бізде былтыр қанша қой сойылды? Биылғын айта алмаймыз ғой енді болашақта. Былтыр өткенде 1000 басқа жуық сойылды ма? Күніне ма? Жоқ. 3 күндік нені есептегенде. 3 күнде. Енді алғашқы күнінде сол 500 сойылса, қалған күндерінде жаңағыдай саябырсып келеді ғой. Алғашқы күнінде ғой сол 500 қой сойылса бір күнде. Соған ар жағында қалғанын есептеп. Шамамен солай. Түсінікті. Қасапшының қызметі қанша теңге тұрады осы? Қасапшылардың қызметі әрқалай келіскеніне қарап. Өздері мысалға бір қойды қаншадан сойып атсыздар құрбан айттың кезінде былтыр? Былтыр 4000-5000 теңгенің ішіне не кірді? 3-ке бөлесіздер оқысқа, нешеге дедіңіздер? Әркім әртүрлі бөледі. Сіз ана жілік дедіңіз, мұнаны әр мүшені бір-бір бөлесіздер. Ол сол 4-5 мың теңге шамамен. Ол қанша уақытыңызды алады әдетте? Ары кетсе бір бауыздап, мүшелеп беруіміз 10 минут қой. 10 минут? Ары кетсе. Бір қойды сой 10 минут қой шамамен. 10 минут. Басын... Жоқ, бауыздап, терісін сыпырып, мүшелеп бергенге 10 минут. 10 минут уақыт?